айналымдағы тұңғыш президент елбасының рөлі. Ал мақсатымыз бүгін сабақтың конференцияның мақсаты Қазақстанның ядросыз мемлекетке айналымдағы тұңғыш президент елбасының рөлін біз ашып көрсетеміз. Ал енді конференцияны бастайық. Конференцияға бізде әртүрлі маман иелері келіп отыр. Сол кісілерге сөз берейік. Осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2009 жылы 19 маусымда Семей ядролық полигонын қарусыздандыру туралы митинг болды. Бұл митингке Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, 29 тамызда дүниежүзілік қырып жою қаруынан бас тартуды деп жариялады. Республикасының аталмыш заңының күші 1997 жылғы 1-ші сәуірге дейін тоқтатылды. 12-ші баптың 2-ші, 4-ші, 5-ші және 6-ші бөліктерінің күші қайта қалпына келтірілді. Ядролық сынақтарға қарсы бастамалардың көп болуы президентімізге халық мүддесін қорғауда үлкен күш берді. Кеңес одағы басшылары мен әскери өнеркәсіптік мамандардың қарсылығына қарамастан президентіміз Семей полигонын жабуда жарлыққа қол қойды. 40 жыл бойы қазақ елін қасиетке ораған Семей полигоны жабылғалы бері Қазақстан тек ядролық қарусыз әлем жолында бейбітсүйгіш ел ретінде жаһанға әйгілі болды. Нұрсұлтан Назарбаев тарих тұрғысынан алғанда барлық өлшемдер бойынша теңдесі саясаткер болып табылады. Оның дәлелі ядролық қаруды таратпау туралы келіссөзге қол қоюы. Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында жаһан жұрты ядросыз өмірді қалай құруға болатынын білді. Және де Невада Семей орталығы осы ядросыз өмірді қалай құруға, елбасының ядросыз қаруды қалай құрған кездегі елбасының рөлін және де қосқан үлесін білді. Тәуелсіздік сарайында өткен халықаралық форумда ядролық қарусыз әлем жөніндегі декларация қабылданды. Құжатта Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік ядролық қарусыздану және таратпау үдерісіне қосқан орасан зор үлесі мойындалған. Тарихтан белгілі 1949 жылы 29 тамызда Семей қаласының іргесіндегі полигонда алғашқы атомдық жарылыс жасалды. Соңғы ядролық сынақ полигонда 1989 жылы өтті. 93 жылдың 13 желтоқсан үкімет қаулысына сәйкес ядросыз мемлекеттер қатарына Қазақстан ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қосылды. Республика аумағында бірнеше жылдар бойы ядролық қаруды бөліп келді. Бұл қару адамдарға моральдық және психологиялық тұрғыда қатты әсер етті. Қазақстанның ядросыз мемлекетке айналуындағы тұңғыш президентіміздің сөзі біздің психологиямызға жақсы жағынан әсер етті. Құмар алпауыттар өршітіп, жол беруде ғаламшарлық апатқа Қазақстан бас тартқан бұл қарудан өзге елдер неге үлгі алмасқа?